Оқулықтарыңызды ашып алыңыздар. 133 беттегі екінші тапсырмадағы оқылым мәтіні бар. Сол мәтінді оқып шығасыздар. Одан кейін осы мәтіндегі көркем әдебиет стилінде жазылғанын дәлелдейсіздер. Осы мәтіннің көркем әдебиет екенін. Енді сызбаға қараңыздар. 4 балдық жұмыс. Яғни оқылым мәтіннің мақсаты, стильдік сипаты, тілдік. Екінші тапсырма 134 бет, 6 тапсырманы ашыңыздар. Көркемдік құралдарды пайдаланып оқылым мәтінін салыстырасыздар. Бұл жерде екі мәтін тұр. Біреуі Мұқағали Мақатаевтың «Қайырлы күн», екіншісі Қасым Қайсеновтің «Днепрде». Екі шығарманы салыстырасыздар. Яғни бірінші бағанға қараңыздар. Оқиға қалай суреттелген, кейіпкерге бағанға қарасаңыздар, шығармадан туатын ой тұжырым. Бұл 6 балдық жұмыс. Осы екі шығарманы салыстырасыздар. Оқулықтарыңыздан ашып қараңыздар енді. Қасым Қайсеновтікі, Мұқағали Мақатаевтың «Қайырлы күн». Оқиғаның қалай суреттелгенін, кейіпкерге берілетін баға, шығармадан ой тұжырым жасаңыздар. Ашып отырсыздар ма оқулықты?